Ассаламу алейкум, азиз телесерджілер. Күннің эссас адеселеріне хаберлер информацион тақымы екіншекмеге азыр. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Ве бүгін бойлы малыматлары хаберлер программамызда тақдим этілем. Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov Kırım Rusiyanın erkenine kırgen son nasıl irişmeler olğanını ve yarımadamızın inkişaf stratегиясы hakkında tarif etti. Все поселки, места компактного проживания, в том числе, они будут оборудованы инфраструктурой, детскими садами, школами, то есть поликлиниками, ФАПами и так далее. Земаневи cemiyette kadınlarının rolü nasıl? Bu mevzu boyunca Ahmetjit'te Tögerek masa olup geçti. Если женщина имеет такие же квалификации, как у мужчины, и она правильный человек на эту работу, сразу, без никакого вопроса, ее берут на работу, чем первичный мужчина. Medeniyet Nazirinin muavini İsmet Zatov, Cenk'ten evvelki devirde Kırım Tatar Devlet Opera ve Balet Teatrı nasıl olğanaqta kitaplarını takdim etti. Kırım'da kış pek soğuk olğanı için bazı yerde yollar bozuldu. Ahmetjit rayonunun Saraylı Kıyat kasabasında Krımskaya Vesna serlevalı festival olup geçti. Bu ve diğer vakalarını haberler informasyon programımızda kaçırmağız. Yarın Rusya Federasyasının Devlet Dumasında yanı leyhanı bakıp çıkacaklar. Ona binayen sürgün etilgen grajdanlar içki işler nazirligi, prokuratura ya da mahkeme ile berilgen reabilitasiya hakkında vesiqanı alıp, sadeleştirilgen nizamda Rusya'da vaqtınca yaşamağa izin, yani vид на жительство vesiqasını alıp olacaklar. Bu yanılı Kırım Tatar, Nemse, Ermeni, Bulgar, Yunan halklarga ait. Onların yakın söylerine darqala. Onlar arasında umur arkadaşlar, ballar, torunlar, kız ya da oğlan kardeşler ve ana babalar. Bugün Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov Ahmetjit Moskva videokopır formatında matbuat konferensiya suallerine cevap verdi. Tedbir Kırım Rusya Federasyası ile birleşuvinin 3 yılına bağışlandı. Bu vakit içinde nasıl erişmeler oldu? Regionun inkişaf stratejisi nasıl? Bu suallerinin cevaplarını bizim levhamızdan bilirsiniz. Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov Kırım sakinleri endi Ukrayin devrini unutup özlerini Rusya grajdanları gibi hissetkenleri haqda Kırım ise Rusya Federasyasının tolu hukuklu obyekti sayılğanı haqda haber etti. За одно мгновение пролетел утро-вечер, то есть как бы вот все это проходило. Достижение, наверное, самое, это мир и уважение друг к другу, которое мы с вами сохранили. То есть мы адаптировали сегодня полностью правовое поле Российской Федерации. Мы сегодня полноценный субъект Российской Федерации. Уже люди не помнят, я уже говорю, тех моментов, когда гривна была здесь, и уже, наверное, не помнят вообще этих украинских периодов. Ну, мы вот, наверное, если на улицу выйдем, мы пообщаемся с людьми, ну, наверное, все скажут, наверное, да всю жизнь жили в России, то есть, как бы, наверное, ну, как страшный сон, забыто то время. Sergey Aksyonov emdi 3 yıl devamında Yarımada'nın en esas erişmelerini belgiledi. Со своей энергетикой уже, со своей водой, там мы не зависим, нет продовольственной базы Украины, нет поставок лекарственных препаратов, нет энергетики, то есть, как бы, то есть все мы уже влились и забыли тот страшный период. Вот, на мой взгляд, это главное наше достижение. Bundan gayrı Kırım Cumhuriyeti'nin başı kaydetti ki Kırım'da президенттің реабилитирленген халқылар бойынша emri faal surette çalışa. Вопросы далеко, конечно, не все решены до тех пор, пока все поселки, места компактного проживания, в том числе, не будут оборудованы инфраструктурой, детскими садами, школами, то есть поликлиниками, ФАПами и так далее. То есть, конечно, вопрос решен не будет. Но это будет происходить наравне со всем Крымом. Просто источники финансирования и программы в этой части будут разные. Bugün bizim televizyon takımımız Kırım sakinlerinden onlar nasıl denişmelerini көргенleri haqda bilmege tırıştık. Я был в крымском партизане в Симферополе. Там детский сад открыли новый. Туда зайдете, там отлично, там все красиво, все хорошо. Про мечеть могу сказать, что достраивается в Белогорском районе, в Зуе. Вот, он достраивается очень красиво, можно туда пойти, сметался. В Белогорске тоже много что сделали. И дороги как-то делают, и ФАПы, как-то школы, садики делали по ремонту, и все. Лучше стало намного. Строятся школы, крыши все ремонтируется. Садик отремонтировали. Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov emin ki yarım ada sakinlerinin hafsızlığına keder edecek hiçbir tehlike yok. Şu cümleden Kırım sınırlarında hareket etken batalyonlar. Те, кто не принял возвращение Крыма на свою историческую родину, просто те, которые сбежали отсюда или совершили какие-то уголовные преступления, сегодня скрываются на Украине. Вот они там, как отбросы настоящие, там все объединились и пытаются максимально навредить Республике Крым. Ну, я думаю, что вредят они прежде всего самим себе, своим близким, если они у них есть на территории Республики
Республики Крым, не более, не менее. Матбуат конференция кетишатында белі олды ки, бұл бәрде Қырым акимиеті чөплік қайта іштенілген 6 завод құруджылығы бойынша концессион аңлашмалар тізежек. Султания Сидакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Русия Федерациясының Девлет Думасында Иран Жұмхуриет парламенті или аляқа бойынша мебуслар группасының бірінші еш топлашы болып кешті. Семерелі ішбірлік ве екі тарафлама мұнасебетлерінің кейфиетлі инкишафы бойынша меселелер мұзакер етілді. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің сөзлеріне көре Иран или мұнасебетлер комплексы инкишаф йөнеліші yüksek seviyede daimi контрактларны белгілейлер. Мебус Иран парламентінің зенаддашлар или ішбірлік файда кетірілежегінде қанун чықарыжы фаалиет сасында мұзбет тәжірибе инкишафына ярдым етежегінде емин. İçtimai ağlarda nasıl etip çeşit oyunlarının ve вербовканың құрбаны olmamaq. Bugün Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin studentlerini ekstremistik teşkilatlarga ve cinayetçilik teşvikatına karşı çıkmak çareleriyle tanış ettiler. Ayrı alda içtimai ağlardaki bazı teşkilatlarının faaliyetini müzakere ettiler. Tafsilatlıca bizim levhamızda. Экстремизмнің әрекеті яны жинайетчілік тішвеқымның яны ұсулары пейда олуынен бағлы бөлі фаалиет сияси, дини, эммили саларда инкишаф әте бөлі. Бұл ал içtimai milli ve dini ziddiyetlер insanlarının ақ құқықлары бозылуыны ve çeşit zarar кетірген малуматлар дархатылуына чақырывларыны ярата. Мутехасыслар тариф әтелер ки, экстремистик әрекетке gençlerini желп etmek, оларның диқатыны қазанмақ үшін қоланылған ұсулардан бірі бұл içtimai ağlardır. Aynı бөлі лекциялар студент бұл кебі ақыбетлер ақында тәрбиелемеге доғыртыла. Мы знаем о том, что социальная сеть на сегодняшний день набирает большие обороты для массовости, поэтому нам необходимо проводить такие мероприятия для того, чтобы пропагандировать правильную работу именно в сетях и разъяснить студентам, каким образом можно уйти, не попасть на уловки тех или иных людей, которые пытаются использовать социальные сети, влиять на общественность. Бунен берабер мутехасыслар ясақ етілген тәшкилатлар ақында тариф әттілер. Әмді экстремизмге қаршы чықмақ бойынша бір қач видеолевға көстерділер. Әмді Русия Федерациясында ясақ етілген террористик тәшкилатлар векілерінің қолларына тұтылмамақ қақта малумат берділер. İçtimai ağlarda экстремистик малуматларға қол тұтмақ ве тевсиелер язмақ үшін жеза олғаны ақта анлатылды. Экстремизм, он на сегодняшний день приобретает, распространение экстремизма приобретает определенные скрытые формы, которые человек ненавязчиво просто может поглотить, да, в особенности это касается нашей молодежи. Ну и об этом, конечно, это наш долг оповестить, чтобы ребята случайно не оказались в такой ситуации, которая приведет, может привести к очень глубоким негативным последствиям. Dinleyiciler ile ruhiyatçiler de konuştu. Onların esas maksadı bir talebege çeşit teşkilatlar faaliyeti haflı olğanını anlatmaktır. В данном случае ребята должны знать, с каким явлением они могут иметь или не иметь дело. В любом случае, это явление существует, значит, о нем говорить нужно. Моя задача – заставить их думать, заставить их делать выбор и сделать выбор в пользу жизни. Сделать выбор в пользу нормальной человеческой жизни, уважения друг к другу, уважения и принятия ценностей нашего общества. Студентлер өзлері бөлі лекциялар файдалы олғанларыны қайдеттілер. Я узнала про экстремистов, как они завлекают, что они, чем пользуются, как влияют на людей. Сегодня эта лекция нам предоставила понятие, как можно бороться с терроризмом, как нужно контролировать терроризм, предотвращать контакты с ними, не общаться с теми, которые в интернетах репостят, лайки ставят, которые... Мутехасысларының сөзлеріне көре бөле көрішулер тезден башқа оқу мөсеселерде де кечірілежек. София Шукурова, Алимек Айбулаева, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Ислам Терек районында yol нақлие қазасы нәтижесінде 2 инсан әлек олды. Қырым Жұмхуриет бойынша ішкі ішлер нәзірлігінің yol әрекет қапсызлығы. Девлет инспекциясы идаресінің матбуат қызметі берген мәліметқа көре, Ford Focus арабасының айдапчысы кефе тарафтан Ақмесжетке кеткен вақытта машинаны идаре етіп оламады. Ве қаршы yolға шығып, бетон қарыштырған машинаға урылды. Нәтижеде 39 яшлы айдапчы ве машинада болынған 54 яшлы yolcu алынған яралардан жан берділер.
Қырымда апрель айының башына же ұзынлығы умумен 92 километріні тешкіл еткен yolның 7 участкасында тамир ішлер екіленмесі планлаштырыла. Олардың сырасына Ақмесжетнің Шарқы айланма yolu ве Ақмесжет Бақчысарай Ақяр трассасы, Севастопольская соғағы керелер. Федераль бюджетінде бұл объектлерінің тамир ішлеріне 1 миллион 200 000 рубледен зияде пара айырылды. Бұл уақытта бүгін чықыш топлашып кетішатында Қырым араба yollar қызметінің мүдирі Алексей Сафронов хабар етті. Тәфсилатлы же Айша Шулакова тариф эте. Шымдыки заман Шарқы айланма yolunun 11 километр месафесінде тамир ішлер фаал суретті алып барыла. Генераль қорычы шirketінің мүдирі Максим Михалап айтқанына көре, пек суы қыштан сон 800 метр yolunun дамартасы сегрегацияға оғрады. Бұл асфальтобетон колемінде бұюк ве кичік битум парчачықларының доғру ерлешмегені. Скорее всего, надо предположить это... Бұл авариятның сық денешмесі видинамик юглегі себебінден, yol дамартасы башқалардан фарқлы олмасынен де бұл стеки қатны денештіреміз. Қырым Жұмхуриеті араба yollar қызметінің yolбасшысы Алексей Сафронов қайдетті ки, асфальтның үстеки қатты яныдан төшелмесі генераль қызметінің параларына бежеріле. Потому что уже вся дорога была именно того. Генераль хуруджилардан yol яшы севейді олмасының талап етеміз, үстеки қатқа 5 yıl гарантиясы беріле. Яны асфальтның төшелмесінден сон yol разметкасы чызылачақ ве умумен yolның абаданлашырывы бойынша ишлерінің бұйық комплексы бежерілежек. Хатırlatамыз ки, объектның тамир ішлеріне федераль бюджеттен 850 миллиондан зияде пара айрылды. Yol boyu 5 километрге якын яны калдырымлар ерлештірілді. Қырымның пайтақтындан шыққан Ақмесжет Ақяр трассаның 5,5 километр девамында yol дамартасыны гече вақытында тамир етелер. Это требования и заказчика, и ГИБДД. Бұл заказчикның ве ГИБДД идаресінің истегедір, чүнки yolda машлардың интенсив ақмы бар. Айдавчыларының қавсызлығы үшін эсас ішлер геже алып барыла. Yol участкының тамир ішлері бір қач басамақтан ибарет. 360 миллион рубледен зияде федераль бюджеттен айырылды. Құрыджи ава шарайты себебінден тек 20 күн çalışқанына бақмадан енді асфальт ұсқаттының 30% енді төшелді. Это выравнивание числой. Бұл тегездейджі қат 100%-ға, бордюр ташны 100% денежмесіді, бордюр хораларынан 60%, веустеки қатның 30%. Объектлерде эпысы ішлеріні апрельнің біріне қадар екіленмеге планыштыралар. Айша Шулакова, Ибраим Ганиев, Миллет Ичон. Украина президенті Донбассның қамачавыны девлет севиесіне көтерді. Петр Порошенко тек демір yolunu дегелді, араба yollarını да блок etmege teklif etті. Оның fikirine көре озлеріні илян etken ДНР ve ЛНР cumhuriyetlerinde müesseseler Ukrayn kanunları boyunca yaşamаған же сыңғырланувлар çalışmak керек. Истесналар тек Украин ve халқара гуманитар teşkilatlarga Birleşken Milletler Teşkilatına, халқара Красный Крест комитетіне ait тек оларның yüklері кечірілежек. Земанеме жемиеті қадынларының ролі насыл? Бұл суал инсанларны әр вақыт меракландыра. Бүгінгі күнде технология илерілев девірінде бұл суал да зияде актуаль олды. Бүгін Девлет Миллетлер ара комитетінде земаневи қадын қорантада ве жемиетті мевзусу бойынша төгерек маса өткерілді. Анда Қырымда тасил алған четел девлетлерінің векиллері топланды. Олар иле мұхбирimiz Гүлнара Каримова танышты. Çok yıllar devamında kadınların vazifesi baladogу ve bakku vedi. Şimdi kadınlar zemenevi cemiyette tek bu vazifenin sınırlanmaylar. Stereotipler geçmişte kaldı. Kırım Federal Üniversiteti'nin talebeleri tamam böyle fikirde. Mirasim'in başında talebelerinin yarlıklar ile mükafatladılar. Togerek masaga çeşit milletler vekilleri davet edildi. Suriye sakini, Afro-Amerikan kızı ve Hindistan sakini. Elsosli Salsabel Livya'dan geldi. O ayta ki Livya kadınları Kırım kadınlarından ayrılmaylar. Ливия kadınları bütün dünya kadınları gibi okuylar, tırışalar, çeşit sahalarda çalışalar. Mesela bizim sağlık saqlav nazirimiz kadın ve er yerde tamam öyle. Eğer kadın kızның bilgileri erkek ile teң ya da ondan terince olsa, onu işe alarlar. Togerek masa iştirakçileri öz devletlerinde kadınlar rolü hakkında takdimnameler ve maruzalar hazırladılar. Anda kadınların hak hukukları, vazifeleri ve olar vatanında rast kelgen meseleleri hakkında tarif ettiler. Nigeriya kadınları dülber akıllı, olar er vakit dünya kadınları için nümune olmağa tırışalar. Nigeriya kadınları diğer kadın kızlardan hiçbir şeyden ayrılmaylar. Feral Kurdi Ahmedjette Tibbi Akademiyada bir kaç neden berli okuy. Öz maruzasında hepsi kadın kızlar hiçbir şeyge bakmadan öz maksatlarına erişmek gerekligi haqda aytdı. Bundan gayrı o Suriye kızları haqda hikaye etdi.
Сурия кызлары креатив ве күчлүлер, олар чешет түрлі қиын вазиетні еңі болалар. Суриеде қадынлар әр вақыт дүлбер ве мод олмаға тырышалар. Бұнен берабер қызлар алчақ көңілі ве өзлеріні пек açмайлар. Олар елға шыққанда дүлбер бояланалар ве киінелер. Егерде көрінішің ләйік олмаса, евде отырмалы деп саялар. Конференция иштиракчылары кайдеттилер ки земеневи аятта кадынын вазифеси ве статусы башка. Onun endi кыйметлери ве ыктыяжлары дигер. Кырым татар кадын кызлары акында сөз үрсетсек, кайдетмек керек ки, олар чок асырлык тарихнын бекчилери олалар. Олар эр вакыт ислам динини күткөн ве Коранта башы оларак эркек кишини урмет эткен шахыслардыр. Гульнара Каримова, Санзивадинов, Милет үчүн. Ахмеджет районының Сарайлы Қият қасабасында Қырым Русияның эркенына кіргенінің 3 жылығына бағышланған Крымская весна серлевалы фестиваль олып кечті. Фестиваль иштиракчылары фиданлар сачып жанлы хатыра серлевалы акция кечірділер. Бұндан ғайры ерлі сакен ве мусафирлер үшін фотосергі ве парад эпох серлевалы театраль музыкалы саналаштыруф тақдим етілді. Сарайлы Қият қасабаның сакинлері ве мусафирлері бүгін Қырым Русияның эркенына қошылғанының 3 жылығыны хайдеттілер. Крымская весна серлевалы фестиваль черчевесінде жанлы хатыра серлевалы акция кечті. Оның иштиракчылары ерлі концлагер Красный мемориаль комплексының территориясында 200-ден зияде фидан сачтылар. Это деревце так же, как... Бу фиданчы Русия эркенында болунган я Жумхурiyet киби тамырлар ата ве осе. Келечекте бу күчлүү терек олып, стабилик тимсалине чеверлер. Парад эпох серлевалы театраль музыкаль саналаштыруда Русияның эсас тарихи вахияларында иштирак эткен чешет аскерлерінің образлары тасвир етілді. Саналаштырудың иштиракчылары халық ордусу, казачество, милли медени жамаатлар ве мухтариетлерінің векилері ве незакетлі инсанлар олдылар. Фотосергиде Қырым баари вахияларını аксеттірді. Фестиваль мевзуаты ise арби техника ile хайдетілді. Акимет векилleri ве фестиваль иштиракчылары Қырым ярымадасында миллетлер ара уйгунлук ве стабилик олғанны Все мы, крымчане, обрели мир. Біз епіміз ярамадамызда тынчлық, уйгунлық ве барышық таптық. Бу мустақил Украинада йыллар девамында олмады. Во исполнение указа на сегодняшний день. Эмір-эміріне кетролевы үшін мен енім ки, біз келечекте стабилик элде еттік. Шымды чешет программалар өмірге кечіріле. Олардың черчевесінде топлу яшаған ерлерде инфраструктура, абаданлаштуы ве медени реабилитрлюв. Менімче бу халқымыз элде еткен ен эсас шейлердір. Диляра Шевкетова, Энвира Близдис, Милет үчүн. Женктен эвелки деверді. Қырым татар девлет опера ве балет театры насыл еді. Бұл уақытта оз китапларында Қырым Жумхурiyet Медениет назирінің муавины Исмет Заатов тариф еті. Бүгін Исмет Заатов Қырым Муиндислік педагогика университетінде яңы китапларыны тақдим етті. Тавсилаты Жем Мухаммед Зикирияев тариф еті. Исмет Заатовның китаплары тек Қырым Муиндислік педагогик университетінден ғайры Франкой китапханесінде тақдим етілген еді. Исмет бей енді 9 китап берч етті. Крепкого здоровья. Мен студентлерге не айтмақ істер едім. Тарих факультетіні сечіп алсынлар, векележекте тарихнен оғрашсынлар. Бүгін Исмет Заатовның да 4 китабы дүния юзыны көрді. Оларның серлевалы записки бюрократа-ориенталиста, крымско-татарское сценическое искусство, крымско-татарский государственный театр, опера и балета, формирование крымско-татарской художественной культуры и сценического искусства. Человек феноменальный. Мен бу адамнен чоқтан таныш олдым. Бу адам пек эмек север, ве оның китаплары пек мерахлы. Исмаил Гаспринский адына Жумхурiyet китапханенің мудиры Ягьяева Гульнара айтаки, Исмет бей кыбы инсанлар медениетімізде химетли иссе хошалар. Вы знаете, он действительно очень... Сіз білесіз ме, Исмет бей чалышмаға севген адамдыр. Мен белесе мемур олмақ ве китапларны язып етіштірмек бұл пек қиын іштір. Бу киби китапларының пейда олығы Қырым-татар медениетінің имкишафына яны имкенлар ача. Исмет бей енді Қырым-татар тілінде чын ве манилер китабыны дерч этмек айтатушыне. Мухаммед Зикирияев, Дмитрий Низовой, Милет үчүн. Шымдесе Илянға кечеміз мартның 17-сінде Девлет Милетлер ара комитетінің адлиежелері Ахмеджет районының Мамут Султан Кой шурасының мемуриетінде адлиеви консультация кечережеклер эпос истеклелер Мамут Султан Кой 40 лет победы соғағында ерлешкен 11 санлы бинаға келіп муражат эте білелер. Малымат үшін телефон қошма еді 978-957-57-57. Шымділік болған малыматларымыз еді біздің телевизион тақымларымыз яңы малыматлар өзерінде әнді çalışмақталар. Невбетеке рус тіліндегі хаберлеріні қачырмаңыз. Оны меслектішін Риман Тарсинова алып баражақ. Мен есе сізге әйе ақшамлар тілейім. Салық не қалыңыз.